Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге штрудель асын дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді әрі тойымды. Тек қана 2 дана пияз, алдын ала дайындалған бір суала қамыр, тұз, картошка және құс еті керек болады. Міне осы бар жоғы осылар өте дәмді әрі тойымды тамақ. Отбасыңызға жасап көріңіздер. Өте ұнайды деген сенімдемін. Осы аяқтарымыз құс етін турап аламыз. Қамырды алып қоя тұрайын. Мен жақсылап турап, бұған майға жақсылап қуырамыз. Штрудель асы жалпы бұл неміс асханасының асы болып есептеледі. Жалпы бұл парға піскен, буға піскен булочкалар. Сіз оны ашыған қамырдан істесеңіздер болады. Карашкамыз дайын. Оны қатты қызып тұрған майға қуырамыз, қызартып, жақсылап қуырамыз. Осы араластырмай, тек қана асты жақсылап қуырып аламыз. Асты қызарған соң, сосын араластырмасқа болады. Оған дейін мен жақсылап қуырылғанша картошкаларын дайындап аламын. Жалпы осы штрудель асы өте тойымды. Қамырлары өте қамыры менен дәмді болады. Бұл ас сіз бұны ашытқан қамырға елесеңіздер де болады. Ашытқыға елесеңіздер де болады. Кефир араластырып, айран араластырып және сүт араластырып қалауыңыз бойынша елуіңізге болады. Егер солай ашытып салып елесеңіздер өте пышный әрі тойымды жақсы болады. Мен олай ашытқыға істемеймін, тек қана қамырға разрыхлитель саламын, немесе нан содасын саламын. Жақсы қуырылып жатыр біздің тауық еттері. 2 дана пиязымызды қостым, жарты қасық томат қостым, 1 қасық тұзымды саламын. Мінекей жақсылап араластырамыз. Картошкаларымызды салып, жақсылап араластырып, өз парына, су құймай, өз парына қуырып қоямыз. Жай отта. Осы кішкене қуырылғанша мен қамырын дайындап қоямын. Міне алдын ала қамырын дайындап қойдым, жұқалап жайып. Оған мен тек қана сұйық маймен ғана істеймін. Сізде өз қалауыңыз бойынша пиязды қуырып салсаңыз болады арасына, немесе тоң маймен пиязды араластырып салсаңыз болады. Міне осылай сұйық майымызды құйдық. Сіздер щеткаменен жақсаңыздар болады. Маған осы қолай. Осылай екіге бөлеміз. Себебі жалғыз өзім бір жола қамырдың барлығы қалың болып кетеді. Осылай орайтын болсақ, екі шетінен сөйтіп ортаға осылай алып келеміз. Осылай ортаға алып келіп, оларды бөліп шығамыз. Кішкентай бөліктерге өзіңізді қолай етіп, менің размерін осылай жасаймын. Одан кішкентай етсеңіздер болады, одан үлкендеу етсеңіздер болады. Өз қалауыңыз бойынша осылай дайындап аламыз қамырын. Бір дана лавровый лист салдым. Суын картошканың бетіне ғана жасайсыздар, суды көп құймайсыздар. Біздің үйде сулы болған жақсы көретіндіктен мен суды көпке құйдым. Жалпы суыңыз мына қамырдың үстіне шықпау керек, буға ғана пісу керек. Картошканың бетімен теңдей өткізу керек, 1 стакан ғана суымыз. Осылай барлығын тегістеп бетіне осылай саламыз.
сөйтеміз де қақпағын жауып жай отқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне менде дайын болды. Иісі өткен керемет, қамырларының дәмі тіптен күшті, буға піскен. Жасап көріңіздер, балаларыңызға, отбасыңызға өте ұнайтын тамақ. Оны әртүрлі етіп саласыз. Мысалы үшін табаққа, тарелкаға осылай ортасына картошкаларын салып, шетіне бір-бірден жинап шығамын. Оны өз қалауыңыз бойынша жесеңіз болады. Мысалы үшін менің балдарым қамырдың ортасын ашады, жұқалап картошка салады, бір картошка, бір еттен салады. Мен сөйтіп жеген ұнайды. Өте дәмді, иісі деген керемет. Отбасымыздың сүйікті асы. Міне осылай шетіне қойып шығып, ортасына ас көктерді шашсаңыздар да болады, себелеп. Өте дәмді, иіс деген керемет. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Қош болыңыздар.